армысыздар, құрметті Ғылым Лайф YouTube арнасының көрермендері. Әлемдегі табысты экономикасы бар елдер бұл ғылым мен инновацияға, технологияға сүйенетін елдер. Бізде мемлекет бар, бизнес бар, ғылым бар, бірақ та осы үш жүйе бірлесіп бір тұтас жүйе ретінде жұмыс атқарып жатыр ма, әлде аққу шортан һәм шаянның кебін киіп жүр ме? Міне біз бүгін осында келелі тақырыптардың басын тарқатуға жиналдық. Бүгін бізде қонақта Орталық Азия елдерінде білім беру жүйесін жаңғырту, ғылыми инновациялық саясат және университеттік басқару мәселелерімен айналысатын маман, жоғары білім, ғылым және инновациялар саласындағы халықаралық сарапшы Ербол Зинадинұлы Сүлейменов. Қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Енді сіздерге алғашқы сұрақ мынадай, тақырыпқа тұздық ретінде бір-екі ауыз сөзбен ғана жауап берсек, Қазақстанда ғылым, бизнес және мемлекет үшеуі бір-біріне серіктес пе, әлде үшеуі үш бөлек әлем бе? Бір-екі ауыз сөзбен ғана жауап берсеңіз. Енді бұл тіке қойған сұрағыңызға тіке жауап беремін. Әрқайсысы бөлек әлемде өмір сүріп жатыр. Жақсы, рахмет. Менің ойымша да әрқайсысының өз әлемі бар, бірақ кейбір жерлерде түйісіп қалатын фактілер де жоқ емес. Ғылым өз алдына, бизнес өзінің мақсатында жұмыс істеп жатыр. Енді Қазақстанда жалпы ғылым экономикаға қажет пе, соған жұмыс жасап жатыр ма, әлде біз көбінесе мына академиялық бағытқа ғана жұмыс жасап жатқан жүйе құрып жатырмыз ба? Қалай ойлайсыз? Өте орынды сұрақ. Менің ойымша бұл сұраққа мысал ретінде жауап беруге болады. Қазіргі күнде Қазақстандағы экономика саласындағы күрделі мәселенің бір-екеуін айтыңызшы қазіргі. Тап осы бүгінгі жұмыссыздық, инфляция, мұнай бағасы. Кеше ғана жақында осы 26 жылдың 1 қаңтарынан жаңа салық кодексі енгізілген. Ол да бір күрделі мәселе деп ойлаймын. Бизнеске де, экономикаға да, қазір өзімізге де күнделікті өмірде күрделі мәселе. Осы мәселелерде Қазақстандағы экономист болсын, мемлекет болсын, үкімет органдар, мемлекеттік органдар болсын, ғылымға жүгінді ме, жоқ па? Егер осы сұраққа жауап бере алсақ, сонда ғана сіздің сұрағыңызға да жауап береміз. Меніңше, бұл мәселелерде ғылымға жүгінген жоқ. Өйткені біз енді жаңа кешегі налоговый кодексті, салық кодексін алып қарайтын болсақ, әртүрлі кездесулер болды, талқылаулар болды. Ол тек қана мемлекеттік органның қызметкерлері мен министрлердің айтқан пікірлері болды. Бірақ экономика ғалымдары, қаржы ғалымдарының пікірлеріне жүгінген ештеңені көрген жоқпын. Басқа да мәселелерде солай қарайтын болсақ, дәл сондай қорытындыға келетін боламыз. Демек, біздің Қазақстанның экономикасына қазіргі таңда өкінішке қарай ғылым былайша айтып қарағанда қажеті жоқ. Мен басқаша да сұрақ қоюыма болады бұл жерде. Егер де мысалы осы алдағы 20-30 жыл болсын, или бүгінгі күннің өзін алатын болсақ, ғылым жоқ деп айтсақ, бір сондай бір нені көз алдымызға келтірейік. Қазіргі күнде Қазақстанда ғылым жоқ. Экономикамыз бір қандайдыр әсер тие ме, жоқ па? Менің ойымша жоқ. Егер бұл экономиканы алып қарайтын болсаңыз, жалпы ішкі өнімде бізде енді былайша алып қарағанда мұнай газ, сосын мына тау-кен саласындағы өндірісі, сол жерде мысалы ғылымға жүгінген біздің технологиямыз бар ма? Әлде соңғы 20-30 жылда Қазақстанның ғылымына негізделген экономикадағы жаңа сала ашылды ма? Егер осы сұрақтарға біздер ашылды, бар деп айталатын болса, онда сіздің сұрағыңызға дұрыс, Қазақстан экономикасына ғылым қажет деп айталамыз. Бірақ егер де шынымен айтатын болсақ, жаңа сұрақтарға оң жауап бере алмаймын, өкінішке қарай. Біздің қоғамда сол ғылымды құнсыздандыру фактілері де бар да. Мысалы үшін сағат белдеуін өзгертті емес па? Сол кезде сағат белдеуін өзгерткен кезде халық болып, ол жерде ғылыми дәлелдеудің де керегі жоқ та. Жаңағы елдердің уақыттары келіспей, жаңағы элементарына, малын бағатын уақытына шейін келіспей жатқан кезде, біраз уақыт өткеннен кейін айтты емес па, біздің ғалымдар зерттеу жүргізді, ешкімге ешқандай әсер етпейді екен деп та. Ол негізінде әлемдік тәжірибеге жүгінсек, жаңағы бүкіл факторлардың бәрін ескерсек, негізінде оның ондай нәрсе емес екені анық қой. Бұл жерде алдыда жаңағыдай ғылымда неге айналды жіберді, сайқымазаққа. Ғылымда
мемлекеттік саясаттың үгіт насихат құралы ретінде қолданатыны бір жанға батады. Негізі керісінше болу керек. Біз дерекке негізделген, ғылымға негізделген саясат, evidence based policy дейді, сондай саясат ұстануымыз керек. Немесе мынау деректі да доказательная политика, вот осыны ұстануымыз керек та. Ал бізде керісінше бірінші саясат бағдарларды анықтайды. Ал одан кейін барып ғылымның әр саласынан соны қуаттау үшін немесе соны насихаттау үшін бір құрал ретінде қолданады да. Бұл өте қиын жағдай деп ойлаймын. Ол мысалы социология ғылымы да өте бір дерекке негізделген мықты ғылым саласы. Мысалы халықтың пікірін, мына бүкіл әлеуметтік көңіл күйді, биліктің бір бағыт бағдарына бір ұсыныс айтатындай ғылым саласы. Алайда оны статистиканың бір жанындағы бір құрал ретінде қолданады. Сайлауларда болсын, экзит пулдың құрал, экзит пул не үшін қолданады? Биліктің нәтижесін жай рәсімдеу үшін қолданады. Ал керісінше бізде әлемде ол экзит пуллар түрлі тәуелсіз институттармен биліктің нәтижесімен бәсекелес ретінде шығып отырады. Ал бізде өкінішке орай осы ғылымның әлеуетін біз билік дұрыс қолданбай келеміз. Өте дұрыс айтасыз. Мен бұл жерде айтайын дегенім, мысалы бізде ғылым академиясы бар. Менің ойымша ғылым академиясының потенциалын мемлекет, үкімет жалпы не дейді, дұрыс пайдаланып жатқан жоқ. Мүлдем пайдаланып жатқан жоқ былайша алып қарағанда. Неге? Мысалы академиктерді алып қарайтын болсақ, ол бір еліміздің үлкен тұлғалары. Әрбір академиктің артында бүкіл жаңағы ғылыми мектептер бар. Сол академиктің айтқан сөзіне бірталай адам тоқтайтынына көзіміз жетеді, дұрыс па? Осы мысалы мына академик, белгілі маман академик, елге танымал адам өзінің пікірін айтса, жаңағы мәселелерде салық кодексі болсын, уақыт өзгерту мәселесі болсын, пенсияның реформасында мәселен. Жоқ, оны бізде шешім қабылдап қойғаннан кейін қолданады ғой ғалымдар. Жоқ, енді мен бұл жерде сізбен жартылай келісем, өйткені қазіргі мысалы Қазақстанның даму кезеңінде біз мысалы дұрыс айтасыз, ол біздегі қазіргі жағдайда Қазақстанның алдын экономикасы мен саясатының өзінің басымдылық бағыттар керек. Сол бағытқа негізделген жағдайда, негізделген жүйеде ғылым жұмыс жасау керек болады. Өйткені біздің қаражатымыз көп емес. Сол енді бірақ қараңыз, егер де мысалы біз дамыған мемлекеттердің біреуі болсақ, Америка сияқты, Япония сияқты, Европадағы елдер сияқты дамыған мемлекеттей болатын болсақ, сол кезде біздің ақшамыз мол болып, тек қана жаңағы приоритетті бағдарларға емес, басқаша да мысалы фундаменталды зерттеулерді жүргізетін болсақ, сол фундаменталды зерттеулердің негізінде басқа да мәселелер туындайды. Жаңағы приоритетке жатпайтын. Солардың негізінде жаңадан бағыттар шығуы мүмкін. Бізде қазір ол жағдай жоқ. Сол үшін қазір мемлекет тарапынан көптеген мәселе, мысалы сол приоритеттік бағдарларды анықтап ғылымға, ғалымдарға айту. Осы мәселеде қазір егер қарайтын болсаңыз, ұлттық приоритеттер, ғылым саласындағы ұлттық приоритеттер қандай? Ол мен мысалы санын айтып отқан жоқпын. Жалпы егер оқып қарайтын болсаңыз, ол приоритеттерге кез келген мәселе кіреді. Кез келген мәселе. Ол приоритет емес. Тым ауқымды. Ол мысалы кез келген любой тақырыпты беріңіз, сол жаңа приоритеттің біреуіне кіргізе аламын мен. Сол үшін бұл деген приоритет емес. Өйткені кез келген тақырыпта сізге мысалы заявка келеді, соны қарайсыз, ақшасын бөлесіз, басқа қыласыз. Бірақ мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан бір анық приоритеттік бағдарламалар болса, мысалы бізде қазір көптеген экономикада болсын, әлеуметтік саланы алатын болсақ, көптеген күрделі мәселелер бар ғой. Мысалы біздер денсаулық сақтау саласында, әлде жаңағы қайтып келе береміз сол салық кодексіне. Сол мәселеде экономикада конституцияға өзгерістер енгізген кезде сол жерде біздің юрист мамандар, юрист ғалымдар қатысты ма жоқ па? Сондай мәселелерде бір күрделі мәселелерге мысалы
Иә, мемлекет, қарау ғылым және білім министрлігі болсын, басқа да салалық министрліктер болсын, ғалымдардың алдына қойып былай. Міне бізде бүгінгі күнде мынандай мәселеміз бар. Осыны ғылыми тұрғыда біздерге шешіп бере аласың ба, жоқ па деген еш бір мысалды көрген жоқпын мен. Қазіргі таңда біздер мысалы үкімет тарапынан ғылыми зерттеу жұмыстарының бәрі, енді бәрі деп айтпайын, дерлік бәрі деп айтуға болады. Ол жаңағы ғалымдардың өзінің инициативасымен, өзінің қызығушылығымен болған зерттеу жұмыстары. НТЗ сұратады, университеттерде мысалы НТЗ сұратып жатады ғой, жаңағы тапсырыстар. Сіз келесі жылға қандай жобаны жасайын деп едіңіз. Енді ол да дұрыс шығар бір жағынан да. Бірақ жаңа сіз айтқан дәлелдемелік база жоқ. Шешім қабылдаған кезде менің өзімнің түсінігімде ана жақтың заңын оқиды, мына жақтың заңын оқиды. Бірақ жаңағы мәселені қабылдамас бұрын бірнеше факторларды зерттеп, нәтижесін қарап, бар ғой анова, кейінгі нәтижелерді бір-бірімен тексеріп, статистикалық өлшеп көрсетуге болатын нәрселер ғой, негізінде жасалынатын нәрселер ол. Элементарный нәрселер жасалынбайды, саботажға түсіп кетеді. Ол анау сіз айтқан жобалар, ұсынған әр қайсысы өзінше бөлек тақырыптарда, кейде бірін-бірі қайталап жатады. Немесе бір ПЦФ біткеннен кейін жаңа ПЦФ мүлдем бұрын боп кеткенді қайтып жасап жатады. Сонда бұл не деп ойлаймын да кейде. Енді мен сізге бұл жерде жауап беремін бұл сұрағыңызға. Мысалы, сіз енді ішкі кухнясын білетін шығарсыз. Білемін, мен ар жағында білем, бер жағында білем. Өйткені мен ғылым комитетінің төрағасының орынбасары болып та жұмыс жасадым, ғылым қорының президенті болып жұмыс жасадым. И мына жағында ғылыми орталықта да басшы болып жұмыс жасаған. Білем, мына жағында деп атқаным сол ғой. Экспертизаны да басқарғанмын. Сондықтан мына жерде қараңыз, қазіргі таңда енді қопал болса да, мен айтайын дегенім, қазіргі күнде Қазақстанның ғылымы өгей баладай. Ешкімге керек жоқ. Жаңа сіз басты тақырыпта айттыңыз ғой. Үкіметке де керек жоқ, бизнеске де керек жоқ, қоғамға да керек жоқ. Егер бұлай қазір нені ашатын болсаңыз, интернетте болсын, басқан болсын, Қазақстан ғылымына деген тек қана критика. Анау қайда, мынау қайда, біздің Нобель лауреатымыз қайда, біздің ғалымдар не жасап жатыр, не істеп жатыр, ештеңе жоқ. Сондай жағдайда, мен айтайын, сіздің сұрағыңызға берген сұрағыңызға жауап ретінде, осындай жағдайда ғалымдар не жасасын, не істесін? Әркім өзінің жаңағы өзінің қызығып жүрген затын өзі зерттеп, жылдап, неше 10 жылдап, 20 жылдап, 50 жылдап зерттеп жүрген нәрселерін қайталап не ала береді. Ол үкіметке керек па, бизнеске керек па, қоғамға керек па? Оның басы ауырмайды. Өйткені олар тапсырыс бермейді. Бұл жерде мысалы тағы да енді үкіметтің жағында алайын, ол да керек. Мысалы неге бизнес, неге үкімет, неге қоғам ғылымға, ғалымдарға өздерінің тапсырыстарын бермейді? Менің ойымша бұл жерде бұл енді не дейді, жүйелік мәселе, жүйелік проблема. Бұл тек қана коммуникация емес, бұл тек қана басқа да ақша мәселесі емес. Менің ойымша бұл жерде сенім жоқ. Ербол, енді сөзіңіз аузыңызда, сіз бағана қаражат деп қалдыңыз, World Bank-тің статистикасына сүйенсек, Қазақстанның ғылымға кететін шығыны жалпы ішкі өнімнің тек 0,14, 0,16% құрайды. Сіз 12 жыл бұрын берген бір сұхбатыңызда айтқансыз, Қазақстанның осы ғылымға шығынын 2%-ға дейін жеткіземіз. Сол мүмкін болды ма? Себебі дамыған елдерде, мысалы Оңтүстік Корея болсын, ақш болсын, бұл тіпті 3, 4 және 5%-ға дейін жетіп отыр. Ал бізде осы ғылымға деген байланыстың жібі қай жерде үзіліп жұмыс жасамай қалды осы мәселеге, қаражат мәселесіне келгенде. Бізде тіпті осы жылы 3 есе қысқарту. Міне қысқарып жатыр ғылымға деген қаржыландыру. 12 жыл бұрын айттың деп, сол 12 жыл бұрынғы айтқан дүние әлі күнге дейін әлі өзекті. Біріншіден. Екіншіден, жаңа сіз айтқандай, осы алдымыздағы жылдарға қарасақ, жылдардың осы ғылымға деген арналған қаражатты қарайтын болсақ, жылдан жылға төмендеп баратыр. Оған енді объективті себептері де болуы мүмкін. Жаңа айтып отырмын ғой, мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан ғылымға деген сенім жоқ. Бұлай енді барлық жерде айтамыз, ғылым керек біздерге, тіпті конституцияға жазып жатыр, ғылым деген басым бағытымыз, инновациялық экономика жасаймыз дейміз, бүйтеміз, бірақ негізі жаңағы ғылымға сүйенбеген экономика
болмаса онда қандай инновациялық экономика болады? Мен сол ойлаймын, ол қаржыландыруды көбейтпеудің бір мәселесі бізде сапалы ғалымдардың тапшылығы да ма деп те ойлаймын. Ол мысалы қанша қаржыландыруды көбейтсе, сол институтта жасайтын 5-6 адам сол жобаларды айналып келіп солар жасайды да. Нагрузка сол адамдарға түседі да. Олар қазір жалақымен де қысып жатыр, ол адамдарды 1,5 ставкадан артық істей алмайды. Сонда бізде екі жақтан да қысым пайда болады. Тура осы мәселеде былай болған, мен былтыр енді жақсы көтерді ғой, ана көбірек нетті, гранттар бөлді. Мен ойладым, осы ғылыммен күн көруге болады екен-ау деп ойладым да. Мен разработкадан кетейін, енді мына жерге мен ғылымға келіп кірісейін деп барлығы жинап келіп кірісіп жатсам, биыл бәрін қысқартып жатыр да. Енді мен ойланып отырмын, мүмкін ғылымды қойып қойса разработкаға қайтып барам ба мен деген ойда отырмын, шынды керек әңгіменің да. Андай неге әкеліп адамдарды тығырыққа тіреп жатыр қазіргі кезде. Енді мен былай ойлаймын да, мысалы өзімді бір министр финансов деп ретінде или премьер-министр ретінде өзімді былай қарап ойласам, қазіргі таңда бізде қазір бюджетте ақша тапшылығы, дұрыс па? Сол үшін мынау кешегі қайтадан сол салық кодексіне келе жатырмын ғой. Сол өзгертудің басты негізгі себебі сол. Бюджетте ақша тапшылық. Ақша жоқ, жетіспейді. Бәрі соған келіп тіреліп тұр, сол үшін енді осындай жағдайда ақша жоқ кезде енді жаңағы расходтарды қарайды ғой бюджетте. Министр финансов болсын, басқалар болсын. Сол расходтарды қараса, ең жаңағы қысылатын жер, жаңа айтып отырмын, өгей бала сияқты. Өгей бала. Оған мысалы не істесең де істей берші, бір жаның аман болсын, басың аман болсын, былай жүре берші, бірақ жаңа өлместей бір өлместің күніне. Өлместің күніне сүрсең болды деп жағдай не қылады да болды. Бірақ оған киіміне, басқасына оқуына, басқасына ешқандай назар аудармай, шығын қаражат қарастырмайды. Сондықтан бұл жерде енді жаңа министр финансов ретінде қарайтын болсаң, бұл жердегі сол жаңағы расходтарды қысқартады. Бірақ менің ойымша бұл тек қана ақшаға байланысты емес. Өйткені бұл енді бір-біріне былай не дейді, тығыз байланысқан. Өйткені жаңа сенім жоқ деп жатырмыз, басқа жоқ деп жатырмыз. Енді ғалымдар жаңа өздерінің жұмысымен айналысып жүргесін, оларға ешқандай тапсырыс бермегесін, не істесін бейшара? Дұрыс айтасыз. Сосын мына жерде мынандай мәселе бар, біздерде пысықайлар ғылымды тегін пайдаланғысы келеді. Мен өзім жеке басынан өткен мәселе бар да. Жаңағы қазір енді жақсы ғой, технология дамып кетті, сөйлеуді тану деген технологиясын бір пысықай мен бірнеше жыл айналдырды. Сіз дейді, сіздің модельдерді оқытыңыз, біз пайдаланайық дейді да. Жарайды, оқытыңыз, мен айтам, датасет жинайық дейді. Сосын соңында айналдырып берсін, мен айттым, сіз жарайды, жұмыс жасайық бірге дедім. Сіз онда ақша төлеңіз, өткен менің уақытым, денсаулығым, оның орнына мүмкін мен басқа жұмыс жасап, менді басқа нететін шығарым десем. Мен 10 мың төлеймін деп айтсам, сіз жұмыс жасамайсыз ғой дейді. Мен айттым, мен 500 мың төлесем, сіз бермейсіз ғой дедім да. Сол жерден екеуміз тарқастық жаңағыдай да. То есть біздерде ғалым десе елдердің барлығы жаңағы тегін жұмыс жасайтын, күн көрмейтін адам. Дәл сондай бір мәселе болды, өте бір пысық кісі шақырды. Мен сөйтіп жаңағы модель оқытпақшымын, датасет жинамақшымын. Сіз кейін дейтін соны жаңағы несі боласыз, жаңағы соучредитель боласыз дейді. Өзі мрамордан салынған сарайда отыр да. Әңгімесінің бәрі күшті болып тойдырып отыр. Мен жарайды дедім. Дедім. Жұмысқа кірісуге енді не керек қой жаңағы деп едім. Ол жерден де жаңағы ақысын қаржысын келіспей бізде тарқасып кеттік та. Біздерде ғалым десе тегін жұмыс жасайтын бір сондай энтузиаст адамдар деп ойлайды ғой. Сөйтіп ойлайды. Оның күн көрісі жоқ. Өйткені кеше күнге дейін ғалымдар қанша айлық алды? 100 мыңға 150 мыңға жұмыс жасап жүрген адамдар. Кезінде, Енді мынаны айтайықшы, ғылымды қаржыландыруды қысудың салдары не болады? Менің ойымша, біріншіден жастар кетеді. Ол мысалы ақыл ой ағыны ма білмеймін, шетелге кетеді. Дайын потенциалы бар жастар әлемдік фellowship'тарды алады да кетеді мысалы. Екіншіден, ол мына қазіргі айналысып жүрген ғалымдар орта жаста 40-50-дегілер. Олар баяғы іргелі бағыттарын немесе бір жаңа іргелі бағыттармен айналыспайды. Олар со баяғы сіз айтқандай бұрынғы жазған өңін айналдырып жылын өзгертіп қайтып баса береді. Ешкім артық жұмыс жасамайды. Ал бизнес одан бетер ғылымды ұмытады.
ал мемлекет білмеймін не сосын істейтінін. Айсұлу, бұл жерде тағы бір мәселе бар да, компетенция өсіру деген бар да. Енді 40-қа келген ғалымдар қанша оқуды қуалағанмен прогресс күнде өзгеріп жатыр ғой. Қазіргі келіп жатыр неше түрлі дамыту бағдарламалары, халықаралық жаңағы мықты университеттердің академияларын жаңағы курстарын нелерін алып келеді, жаңағы сколаршиптерін алып келеді да. Оның талаптарын қарап көрсең, ол студенттерге, магистранттарға, докторанттарға сен маман ретінде оған жаңағыдай өтінім берейін десең, ол жерде тізімде жоқсың. Сол жерде орта жастағылар қалып қояды да. Ол жаңағы ілесейін десе де ілесе алмайды да. Өйткені ол өзінің ақшасынан төлеу керек. Жаңағы нәрселерді өзің сатып алсаң, ол бірнеше миллион тұрады да. Өйткені талап жоғары. Өйткені талап жоғары, бәсекелестік бар. Бұл жерде мысалы жаңа сіз бір мәселені қозғап өттіңіз ғой. Қазір біздің талантты жастар шетелге кетіп жатыр. Егер де осы мәселеге тереңірек қарайтын болсақ, бұл жастар неге кетіп жатыр? Не үшін? Ақша үшін емес. Бұл жерде менің ойымша негізгі мәселе, бұл жастар шетелге барсам, сол университетті бітірсем, өзімнің жаңағы білімімді, өзімнің нелерімді ертеңгі күнде жүзеге асырып, содан пайда көре аламын деп отырыпты. Не дейді? Орысша айтқанда признание керек. Мойындау. Басқа елдерді, басқа адамдарды, сол саладағы мамандарды өзіне мойындату. Егер де мен осы мысалда мен Қазақстанға қайтып келетін болсам, біздегі Қазақстандағы ғылым саласында идеология жоқ. Бір не дейді, ұлттық идеология ма, ұлттық мүдде ма ғылым саласында. Біздерде шетсіз құнсыздандыру. Жақында ғана мынандай мәселе болды. Бізде Алматыдағы ұлттық университеттердің біреуі халықаралық университеттермен не жасады, жаңағы келісім жасап, 2 дипломдық бағдарлама оқытып жатыр да. Біздер басында ағылшын тілін білетін мұғалім ретінде оқытып жүрді. Компетенциям жеткеніне қарай алды бізді да. Содан кейін мынандай ереже шығарды. Ол жерде шетелден келген профессура ғана сабақ береді деп біздерді қысқартып тастады. Ол жерде біздің компетенциямыз олардан жоғары, кем болмаса кем емес та, көп жерде да. Бірақ біздерде құнсыздандыру, жергіліктіні құнсыздандыру. Сондай. Мен өкпеледім да, мен ойладым. Сонда елден шықпаған маман өзі тырысып оқу жүрсе де, компетенциясы жетіп отырса да, сонда оның құны көк дейін. Бізде де былай ғой, үлкен халықаралық форум, жаңа конференция өткіземіз да, оған пәленбай миллиард ақша бөлінеді, миллиард емес, миллион ақша бөлінеді. Сөйтіп жаңа шетелдікті алып келеді. Бұғын төлейді, жағдайын жасайды мысалы. Бірақ жергілікті білетін, соны нақты майын шашып, жіліктеп бере алатын адамдарды ондайға қоспайды. Сенім жоқ. Сенім жоқ. Егер мысалы бір тақырыпта, егер мысалы 2 адам сөйлейтін болса, 2 ғалым сөйлейтін болса, біреу жергілікті, біреу шетелдік болса, екеуі де бірдей нәрсені айтатын болса, шетелдікке сенеді. Енді қараңыз, осы орайда университет бұл ғылым мен білімнің және бизнестің арасындағы алтын көпір деп қарастырылу керек қой, негізгі енді біздің түсінігімізде. Бірақ Қазақстанда бұл рөлді қай университет атқарып отыр? Қазіргі жұмыс орным емес, мысалы бұрынғы жұмыс жасап кеткен университеттің бірінде мен көп нәрсені ұсынғам ғылым білімді дамыту жөнінде. Бірақ ол жерде жаңағы жұмыс жасайтын қызметкерлер оны жасауға құлықсыз болды. Біз teaching university, яғни білім беру университетіміз деген сияқты уәжді алға тартады. Ал енді біз Назарбаев сияқты университет, бізде нағыз ғылыми зерттеудің ортасы, жерде қаржы бөлінеді. Оқытушы мысалы аптасына 3-ақ сағат сабақ береді, қалғаны бәрі ол мақала жазады. Q1 деңгейіндегі 5 журналда мақала шығарады 1 жылдың ішінде. Біз өзіміз бір мақаланы ілініп салынып жазып жүргенде, мына жерде сабақ беріп басқасына үлгере алмай жатқанда, оларның барлық энергиясы сол ғылыми зерттеуге беріліп жатыр. Ал бізде осы алтын көпірдің рөлін сол Назарбаев университеттен басқа ешқандай университет атқарып жатқан жоқ деген сөз бе? Бұл жерде 2 мәселе бар. Біріншісі, дұрыс айтасыз, бізде өкініштісі университеттің басым көпшілігі teaching university болып қалып қойды. Research university дәрежесіне жетпеді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бізде бір не дейді, бір енді ұлттық нелерге келтірген дұрыс емес шығар, бірақ жалпы егер алып қарайтын болсақ, бізде статусқа бір ерекше неміз бар, не дейді? Көбірек мән береді, мән бермейтін жерде. Сол жерде мысалы қазіргі университеттер, бір қатар университеттер Research University деп статусын алды ғой.
оларға Бірақ- маңыздысы сол статусын алу. статус қана. бірақ Бірақ- заты сай емес дейсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Сол ішіндегі несі оған дұрыс келе ме жоқ па, ол басқа сұрақ. Сол үшін менің ойымша қазіргі таңда университеттер көбінше не дейді, міндетті болған үшін соны жасап жатыр. Мысалы, докторантураны алатын болсақ, сіздегі алдыңғы подкасттарды көрдім, сол мақала шығару, басқа қылу. Біздегі қазіргі таңда өкінішке қарай ғалымдарымыз тек қана мақала үшін жұмыс жасайды. KPI ғой. Иә, Ол KPI. неге? Міндет дейді соған. Ол бұл жерде мысалы ғалымдарды не қылуға болмайды, айыптауға болмайды. Өйткені талап сол. Иә. Үкімет қойып жатқан, мемлекет тарапынан қойылып жатқан талап сол. Сен мақала шығар. Ол жерде мысалы осы кезде үкімет және осы ғылым және білім министрлігі сол талаптың орнына, мақаланың орнына сен мына технологияны экономикада болмасын, бір кез келген бір не дейді, мекемеге өндіріске енгізген болсаң, сонда ғана не дейді, жаңағы ғылыми дәрежені аласың деген талап болса. Мен ойлаймын да, ол талапты қоюға біздің үкіметтің қазіргі таңда ақпал етуге әлеуеті де жетпейді. Өйткені жақында ғана бізде не болды, зерттеу болды да. Мен бір зерттеу жобасында жұмыс жасадым, сол кезде психологтармен жұмыс жасау керек болды. Кәдімгідей ол үлкен серьезный жаңағыдай үлкен зерттеу жұмысы болды. Ол жерде жаңағы бұрынғы психологиялық бұзылысы болған адамдармен жұмыс жасау керек болды да. Тікелей жаңағы психиатриялық диспансерлермен жұмыс жасау керек болды да. Бізде сон жаңағы ұйымдастырушы балалар ары жүгіріп, бері жүгіріп, ешкіммен келісе алмады. Соңында алдыда бір жеке жаңағы клиника бар ғой, жеке тәжірибемен айналысатын, солар арқылы шықты да. Соңында мен ол жобадан шығып кеттім, өйткені өйтіп дұрыс контрольға алынбағандықтан, негізгі органмен жұмыс жасамағандықтан кейін ол жобаның этикалық салдары қалай болатынын мен ары қарай көре алмадым, мысалы үшін. Қиын ғой. Иә. Бізде неге мысалы үшін ғылыми жоба болса, психиатриялық клиникаға шыққан кезде неге олармен мысалы үшін байланыс орнату сондай күрделі болу керек та. Бұл жерде орнына қойылған бізде жүйе жоқ, ешқандай. Қиын ғой. Алгоритм жоқ. Дұрыс айтасыз. Мынау негізі Германияның мысалы өте сәтті мысалда осы ғылым мен қолданбалы универлерді бөліктеуге. Себебі Германияда іргелі университеттер ол ғылыми институттармен бірлесіп жұмыс жасайды да, өздерінің докторантура бағдарламалары бар. Ал қолданбалы универлер оларды тіпті пәнаралық қосып тастаған. Мысалы экономика, дизайн және архитектура мысалы. Солай пәнаралық қосқан қолданбалы университеттер өте көп та. Өте керемет. Мысалы олар бизнеске де тез шығады, бизнесте онда кеп сабақ бере алады. Оларға KPI мақала жазу емес, мысалы. Бізде де солай бөлсек, Каспий аймағында, мысалы, Каспийді қолданбалы зерттеулер университетін ашсақ, Алматының аймағында жеңіл өнеркәсіп университеттерін ашсақ, мысалы, Шымкентте мата өнеркәсіп университеттерін ашсақ, қолданбалы. Сол ат ондай емес, бірақ бағыты солай болса да, біздің аймақтық экономикаға сай. Ал бізде барлығына бір KPI мақала жазу, барлығына PhD дайындау. Ол негізі университетті ашу мәселесі емес қой, бар университет. Иә, сол барларды жүйелеу керек. Солардың ішінде енді бағытқа бір бағдарды көрсетіп, осы сала бойынша жұмыс жаса, мінеки саған осы талап, мінеки осы тапсырыс, міне ақша беремін. Бізге қазіргі күнде мысалы жаңағы денсаулық сақтау саласын алатын болсақ, біздер келесіде ковид және бола ма болмай ма ешкім айта алмайды ғой. Бірақ болмауына біздер ешқандай кепіл бере алмаймыз, дұрыс па? Кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан алдын ала сол пандемияға қарсы жұмыстар жасалып жатыр ма жоқ па? Или даже қазіргі таңда болып жатқан аурулар бар, жұқпалы аурулар болсын, басқа аурулар болсын, солардың бәрін біздер шешкен жоқпыз ғой мәселелерді. Бар ғой сол мәселелер. Соларды жаңағы денсаулық сақтау министрлігі, негізі бұрын мемлекеттік органдарда ғылым департаменттері болады. Иә, болған. Қазір ашып жатыр, әкімшіліктерде ашып жатыр. Олар миллиондап бір ақшалар беріп жатыр. Кеш болса да Ол ақшаны кім алып жатыр? Білмеймін бір кісілер. Енді жаңағы кімнің айтуына қарағанда, осы қазір орталық мемлекет тарапынан, орталық үкімет тарапынан бөлініп жатқан ақшаның, ғылымға деген бөлініп жатқан ақшаның азаюы, бұл нені жаңағы жүкті жергілікті әкімдіктерге беру. Жергілікті әкімдіктердің бюджеттен береді. 1%-ға не дейсіз? Анау кен өндіру, кен өндіруден түскен 1% қазір заң бойынша ғылымға бөлінуде Қазақстанда. Ол мақсатты бір институттар ашу, бір жобалар жасауға бағыттала ма? Қалай ойлайсыз? Ол былай ғой, бір нені өте көп ақша ғой ол. Сол ғой.
басты мәселе сол. Адамдар сол ақшаны көреді да, сол ақшаны алсам екен, қалай болсын сол ақшаны алуым керек деген жұмыспен, мақсатпен жұмыс жасайды. Нәтижеге қарамайды. Жоқ, сол ақшаны қалай жүйелеуді ұсынасыз деп. Мен енді былай ойлаймын. Мысалы, жаңағы 1% дейміз ғой, ол енді жаңағы жер асты кендерінен пайдаланушылардың несінен 1% ғой енді контрактынан. Олар негізінен жергілікті лабораторияларға емес, жергілікті ғалымдарға емес, шетелдегі лабораторияларға көбірек сенеді. Оларды түсінуге болады. Дайын технологияларды сатып алуға. Олардың стандарттарына сай келетін зерттеулер тек қана шетелдің лабораториялары, зертханалары бере алады деген ойды береді. Қараңызшы, ал үлестеп бөлуге болмай ма? Мысалы, мынанша пайыз трансфер технология, мынанша пайызы отандық ғалымдарды болады, оны жасауға болады. Жаңағы 1%-ның бөлінетін ақшанда, мысалы, министрлік болмаса да, бюджетке болмаса да, бір арнайы қор ашып, тек қана сол ғылыми зерттеулерге арналған қорды ашып, содан не болады. Әртүрлі ұсыныстар болған. Осы күнге дейін неше түрлі ұсыныстар болған. Өз жеке басында берген ұсыныстар бар еді. Бірақ дегенмен енді жаңағыдай бөлінетін ақша көп болғасын 1% деген бір жағынан 1% ғой. Аз болып көрінеді. Аз болып көрінгенмен, бірақ нақты ақшалай ол үлкен сома. Біздегі сенбестік сондай деңгейге жеткен, абсурдқа жеткен. Мен кішкентай балам екеуміз ғылыми жоба жасадық, жаңағы Каспий теңізінің экологиялық жағдайы туралы да. Сол кезде біз көп іздедік, жаңағы Каспийдің жағасында орналасқан зерттеу лабораториясы бар ма деген. Ешқандай да ақпарат таппадық та, арыз іздедік, бер іздедік. Соңында жаңағы ғылыми жобада зерттеу лабораториясының макетін жасадық, зерттеу лабораториясы болсын деп та. Абсурдтың жеткені сондай, жергілікті болу керек дүниелер орнында жоқ. Мен ойладым, ол мүмкін емес, ол болмау деп та, арыз дедім, бер дедім, мен таппадым өзім тарапынан. Мүмкін бар ма, сіз білесіз ба? Енді негізі бар, бірақ олардың мысалы зертханалардың өздерінің стандарт талаптары бар. GLP деген Good Laboratory Practice деген ол стандарттарға жету үшін енді бірталай нелер талаптары бар. Біздің зертханалар шығарайық, енді бәрі емес, бір жақсы ұлттық зертханаларымыз бар. Олар жаңағыдай стандарттарға сай келеді. Басқа, мысалы, Атырау, Ақтау өңірін алатын болсақ, жаңағы мұнай-газ саласын өндіретін. Ол жерде университеттерде ондай лабораториялар, зертханалар бар болғанын мен білмеймін. Ол бар болғанның өзіне, мысалы, ешқандай ақпарат таба алмадық мен да. Мен шарқ ұрып іздедім, өйткені біз жаңа жоба жасаған кезде оның компоненттерін анықтау керек болдық қой, бізге ол жерде не болу керек деген нәрселерді шарқ ұрып іздегенде таппадық. Енді зертхана деп айтып жатсыз ғой. Біз күнделікті пайдаланатын Google бар ғой. Соны ашқан негізі Стэнфорд университетінің 2 PhD студенті Ларри мен Сергей Брин деген. Яғни алғашқы осындай стартап дейміз бе, университеттің қабырғасында, зертханасында жасалды. Ал енді бізде Қазақстанда бизнес ғылымға гаражда жасалды. Гаражда алғашында компьютермен шұғылданып, соған қызығушылық танытқан 2 PhD студент. Сонда бізде мысалы Қазақстан бизнесі ғылымға сенбей ме, неге инвестиция құймайды? Негізі құйып жатыр ғой. Осы күнге дейін талай ақша құйылды, басқа қылды, бірақ құйылғаннан кейін солардың нәтижесі көрінбейді. Нәтижесі көрінбейді осындай нәтижесінің көрінбейтінің себебі олар ғалымдардың алдына қойған талабы жоқ. Мысалы, сіз келдіңіз өзіңіздің зерттеу тақырыбыңызбен, мынанша ақша бер деп. Енді әртүрлі экспертизадан бәрінен өттіңіз, жеңіп шықтыңыз, өттіңіз, сізге ақша берілді. Ол маған қызық емес. Өйткені сіздің айтқан мәселеңіз өте орынды. Жаңағы министрлікте жұмыс жасайтын адамдардың, ғалымдардың алдында. Енді сен ғалымсың ғой, академик, басқа доктор наук. Сол доктор науктың алдына қоятын, мысалы, күрделі мәселені қойушы сенің де деңгейің соған жараса болу керек қой. Или жарайды, ондай ғылыми тұрғыдан ондай деңгейде болмасаң да, өзіңнің жаңағы салалық мамандық жағыңдан пайдаланып, біздің саламызда осындай күрделі мәселе бар. Мысалы, мұнай-газды алайық. Каспий теңізінде өте жаңағы тұздық несі жоғары, концентрациясы. Ол жаңағы Каспий теңізінен мұнайды не қылып алу керек, құбырын саласың, трубаны, жаңағы тұздық су трубаны жейді. Жейіп қоймау керек. Сондай біздерге мысалы айтып металлургтарға, металлургия институтымыз бар ғой, соларға бізге осындай сплав жасап беріңдер, ертеңгі күнде Каспий теңізінің суы біздің трубаларымызды жеп тастамасын. Ол бір конкретный мәселе ғой. Сондай мәселені біздердің ғалымдарымызға қоятын адам бар ма жоқ па?
министрлікте болсын, жаңағы мұнай газ саласындағы өндіріс компаниялар болсын, сондай мен сенемін біздің ғалымдар сондай мәселені шеше алады. Әлеуеті бар. Әлеуеті бар, басқалары бар, бірақ мысалы шетел университеттермен, институттармен, ғылыми орталықтармен жұмыс жасап жатырды. Біздегі лабораториялар тура келмесе шетелге барып жасасын, басқа қылсын. Бірақ өзіміздің жергілікті ғалымдар сол мәселені шеше алады. Бірақ оларға ондай талап жоқ. Олар шеше алмаған жағдайда қазіргі жастар өте талантты да, кішкене бағыт көрсетіп берсең, олар деген жастар талантты, бізде таланттарды ашу керек. Сол ашу үшін олар жастарға кішкене тапсырмай бағытын көрсетіп берсең болды, ол балалар соны кәдімгідей 100 орап, айтқаныңнан 100 есе қылып жасай алатын балалар бар. Неге бизнеске біздің жасаған зерттеулер қызық емес? Себебі олардың сұранысы жиналмайды. Ол жиналады қазір мынау болашаққа форсайт сондай зерттеулер жасап, сонымен жинап жатырмыз дейді. Ол бірақ ол дәл бүгінгі күн емес та, ол 20 жыл, 30 жыл, 5 жылдан кейінгі сұраныстар, оның өзі футурологиялық деп ойлаймын. Бізге ондай емес, нақты, мысалы Ақтау портыма барып қандай проблема бар, қайсын ғылым шеше алады, мысалы қайсын бизнес консалтинг шеше алады, сондай жинау керек біз. Бізде ол НТЗ жинау деген ол әр универдің өзінің жаңағы сіз айтқан қалауы мен мүмкіндігі емес, бізде бірінші бизнестен жиналу керек. Сіз қалай ойлайсыз? Біздің бизнес Қазақстанда қандай ғылыми зерттеу институттар барын хабар бар? Жоқ, институтты білмей-ақ та қойсын. Ол арада мемлекет проводник қой. Ол жерде мынау бизнес бірінші өзінің қажеттіліктерін тізіп берсін, мысалы. Соны жинасын, комитетке берсін. Ал ғылым комитеті, ал ғылым комитеті оны бізге ғылыми институт, қандай институт барын біледі ғой ғылым комитеті, сол таратсын. Осымен кім жинай жасай алады деп. Бізде қараңыз. Сондай бір үйлестіретін жоқ. Менің ойымша біздегі жаңа қайттан сол жалпы ішкі өнімге қарайтын болсақ, бізде енді үлесі көп болған сол мұнай газ саласы ғой. Мұнай газ саласы, тау-кен саласы, сол жердегі қолданылып жатқан технологиялар атам заманнан келе жатқан технология. Ешқандай инновациялық жаңа технологиялар жоқ о жерде. Ақтауға барып көріңіз. Мұнайды качалетін качалкалар неше білмеймін, 100 жыл алды ма, одан алдыңғы нелер ма, технологиялар ма, качалкалар әлі тұрды. Өйткені біздің мемлекетімізді, мысалы шетел компаниялар келіп, бізді как сырьевой предатель дейді ғой. Біздер тек қана сол шикізатты біздер соларға беріп тұрсақ болды. Сол үшін олар біздерді жаңағыдай технологиялық тұрғыдан бір дамысын деген ешқандай ниеті де жоқ, мақсаты да жоқ. Сол үшін олар жаңағыдай сіз айтып отқан проблемасын, технологиялық мәселелерін айтпайды. Айтпағанда оларға зачем ол и так мына жерден тегін алып отқан, былайша алып қарағанда тегін алып отыр ғой, бірақ әкесінің басында алып бағасын қойып сатып отырыпты. Біздерге беретіні шамалға ақша. Жоқ, өнеркәсіп салалары ол да ғалымдарға емес, басқаға. Ол кен өндіру жарайды, бірақ өнеркәсіп салалары бар ғой, нақты жұмыс істеп жатқан өнеркәсіптер бар. Қайсы қандай өнеркәсіп? Жеңіл өнеркәсіп, бізде машина өнеркәсібі, әртүрлі бағытта. Машина өнеркәсібі бізде шығармайды, бізде тек қана бизнес бар шығар, жасап жинап береді болды. Жарайды, жеңіл өнеркәсіп бар шығар, сүт өндірісі, тамақ киім өндірісі. Біз кішкене тақырыптан кішкене алып жоқ, дәл тақырыпты айтып отырмыз. Дұрыс қой, неге өндіріс қайда, ғылым қайда? Өндірістің өзінің проблемасы бар, ғылымныкі мүлдем басқа. Енді қараңыз, мына патенттерге ойыссақ, бізде енді ой, мен бұл мәселеде өзімнің жеке пікірім бар. Бұл енді қараңыз, неге мен тура айтып жатпайтын шығар? Сіздің сұрағыңызды мен түсініп отырмын. Жоқ, патенттер саны мысалы бізде 25 жылы 796-ны құрапты, бұл Global Innovation Index'інің мәліметі бойынша. Содан кейін Астанада Астана Hub жұмыс жасайды, ол жерде де стартаптар бар, қатысушылар 2400-ден астам стартап жобасын іске қосты деген дерек бар. Ал егер университеттік деңгейде алатын болсақ, мысалы Кембридж университетінде Cambridge Silicon Fen деп аталатын технологиялық кластер 5000-ға жуық технологиялық компанияны басын қосып, сол жерде жаңағы зерттеулермен айналысады. Енді осы стартап дейміз, патент дейміз, халықаралық тәжірибеде бизнес пен ғылымның тиімді серіктестігінің қандай мысалын, тәжірибесін біз Қазақстанға әкеп енгізе аламыз деп ойлайсыз? Мен бұл мәселеде сіздің жаңа сұрағыңызға жауапты берейін, бірақ ары қарай кеңінен таратайын осы мәселені, өйткені бұл өте күрделі меніңше. Біріншіден патенттердің жұмыс жасау үшін біздегі законодательная основа керек.
заңнамалық негізі болу керек. Болу керек. Өйткені бізде мысалы патентті алдың, жарайды, ал жақсы. Оны кейін лицензия етіп, өндіріске беру керексің. Сол жердегі сенің құқығың қорғала ма жоқ па? Қалай қорғалып жатыр? Бізде осы мәселеде мен мысалы білмеймін, бар шығар, сондай бір кейстер бар шығар. Қазақстан ғалымы бір өзінің технологиясын патенттеп, оны лицензиялап басқа бір өндіріске берді. Сол өндірістен бұған роялти төленіп тұрды деген мысалдар бар шығар. Мүмкін мен білмейтін шығармын. Бірақ менің ойымша біріншіден осы мәселелерді кеңінен тарқатып, былай жалпыға бір не қылып ақпаратты беру керек. Осындай мәселелер бар. Неке мына ғалым патент алды, осының патент бойынша роялтимен осынша ақша тауып жатыр деген кейс, success story'лар болу керек. Ешқайсымыз да білмейміз. Иә, мүмкін бар шығар. Бірақ менің почему-то бір ойым бар, ондай кейстер жоқ. Әлемдік деңгейге енгізген. Екіншіден патентте мысалы алып қарайтын болсақ, бұл интеллектуалды мүлк бойынша менің бір ойым мынадай. Әрине бұл енді Америкадан келіп жатқан дүние, интеллектуалды мүлк дейді, сосын патент дейді, басқа дейді. Бірақ менің бір ескі неден келе жатқан бір мысал келтіргім келеді. Мысалы осы араб елдердегі өзіміздің мына бұрынғы Әл-Хорезми, Әл-Фараби заманындағы философтарды алатын болсақ, мынадай айтады, мына мысалы менде осы шырақ жанып тұрды, ана бір бұрышта қараңғы. Сол жерде маған бір шырақты алып келіп, менің шырағымнан алып, ана бұрышқа алып барса, ана жер жарық болады да, менің шырағым азайып қалмайды. Қайта ананың жарығымен. Сол сияқты менің интеллектуалды мүлкімді неге мен соншалықты ешкімге бермеймін, менікі бұл деп, неге сондай болып отыруым керек? Бұл менің ойымша сол капиталистік теориядан келіп жатып, бұны как мүлк ретінде менікі меншікте болды. Меншіктеп, ешкімге бермей, беретін болсам ақшаға ғана берем деген, бұл жерде меніңше бір философиялық, бір күрделі, менің ойымша бір сұрақ, үлкен сұрақ жатыр. Сөзіңіз аузыңызда неге бүкіл қағаз, цифр барлығы араб елдерінде шығыста пайда болады да, бірақ оның алғашқы баспахана, оны монетизациялау Еуропада болады. Себебі оның түбі протестанттық этиканың негізінде жатыр. Сол арабтардың ойлап тапқандарының негізінде олар пайдасын көріп отыр. Ал енді соны қайтып айналып келіп, бүгінгі таңда мына интеллектуалдық құқықты, патент, бұның барлығы сол шығыстың ойлап тапқандарын қазір шынында да Үндістанның, Қытайдың ғалымдарын бәрі Америкада ғой, сол жақта патенттеп, сол жақта өндіріске енгізіп жатыр да. Негізгі оның түбі бізден басталады да. Сосын патентке қатысты қазір мына соңғы білесіз бе, соңғы ПЦФ-да барлық жобалар бір халықаралық патент алуға міндеттеп қойды. Жаңа өзгеріс. Енді бір скопус жазудың өзіне қиналып жүрген ғалымдар енді ПЦФ-ға тапсырмаймыз. Қазір солай, біз енді амал жоқ, біз енді негізгі нанымыз сол болғандықтан бәріміз жапата қармай тапсырдық. Бірақ оны мен сізге айтайын, себебін айтайын. Өйткені жаңағы министрлікте отырған мемлекеттік қызметкерлер отырды, оған енді KPI керек қой. Мысалы, мына ақша берілді. Өйткені мен ғылым комитетінде жұмыс жасағам, мысалы, бюджетный заявкамен Минфин мен экономикаға барамыз да. Мысалы, мынанша ақша сұраймыз. Ол айтады, осы ақшаға не бересің дейді. Соңында, мысалы, январьда ақша бердік, декабрьде сен қандай нәтиже көрсетесің? Нақты нәтиже. Сол үшін олар отырады да, жаңағы мемлекеттік қызметкерлер отырып сызады. Жаңағыдай не дейді? Қолмен ұстап көретін нәтиже жоқ қой. Сол үшін публикация, пәлен жаңағы статья шықты, патент, пәленше патент болды деген, соны не дейді, KPI ретінде кіргізеді. Бұл жерде мәселе және мынандай да, олар өздерінде бағалау механизмдері жоқ, олар өздеріне сенбейді, жергілікті ғалымдарға сенбейді, сосын әкелеттегі нәтижені жаңағы халықаралық метрикаларға байлап тастайды. Болды. Бізде докторантура жүйесі де сондай. Бәрін халықаралық метрикаға, ағылшынды да халықаралыққа байлаған. Жаңағы патентіңіз сұмдық енді. Қазір жаңа талап. Енді қараңыздар, бізде Қазақстан ғылымның 60-70%-ын мемлекет қаржыландырып отыр, дұрыс қой? Одан да көп. 85%. Енді қараңыз, егер біз осы ғылымды экономиканың драйверіне айналдыра алмасақ, болашақта біздің ғылымымыз, біздер қандай күй кешеміз? Өйткені ғылыми гранттар тоқтаса, біздің ғылым жеке дербес сала ретінде өмір сүріп қала ала ма? Мен сізге тіке жауап берем бұл мәселеге. Мемлекеттің егер де мысалы бүгіннен бастап ғылымға ешқандай бірде-бір тиын бөлінбесе, біз осындай өмір сүре береміз. Ештеңе де өзгермейді.
былай грантсыз ақ өмір сүре береміз. грант, ПЦФ, грант, басқа базалық қаржыландыру болмаса, бір қатар институттар жабылады. Ол жердегі жұмыс жасайтын адамдар енді олсыз да университеттерге барып нагрузка алып жұмыс жасап жатырыпты, сол күйін жалғастырып кете береді. Экономиканы тұрғыдан қарайтын болсақ, ештеңе өзгермейді деп айтсам болады. Бірақ яғни пессимистік. Жоқ, пессимистік емес бұл реалды жағдай. Бірақ біздерге осы жағдай, осы сүріп жатқан өміріміз, осы экономикамыз біздерге егер шынын айтуымыз керек қой. Енді ауруын жасырған арам өледі дейді. Сол сияқты енді шындықты айтуымыз керек. Егер де мысалы бізге осы жағдай ұнап жатса, ары қарай жалғастырып келесі 20-30 жылда жалғаса беретін болса, онда айтайық та бір-бірімізге тіке. Бізге ғылым керек жоқ. Сол ақшаны одан да жаңа больницаға, анаған мектепке бөлек деп айтайық та тынайық, ашық. Өйткені егер де мына мысалы бәрібір сол беріп жатқан ақшаң құмға су құйғанда кетіп бара жатыр. Ешқандай нәтиже жоқ. Оны тіке айтуымыз керек. Болмаса сол 150 миллиард па қанша миллиард беріп жатқан болса жылына бәрін өзгертейік те айтайық. Болды. Мына алдыңғы сұраған талап қойған нәрселеріміз жоқ болсын. Оның орнына сен маған осы 150 миллиардқа 3 мәселені шешіп бер, экономикаға керек болған. Болды деп айтуымыз керек та, сосын барлық ғылыми зерттеу институттар болсын, университеттер болсын, осы 3 мәселені шешуге, 3 болсын білмеймін енді. Осы мәселелерді шешуге белді буып, бәрі бір жағадан бас шығарып дегендей жұмылыну керек. Болмаса, жағдай қылып керек жоқ. Онда ешкімге де не қылмаймыз, бұны жағдай қазіргі күрделі мәселеге берейік. Бізде бюджетте ақша жетіспей жатыр, сондықтан не қылайық дейді де жабайық. Өйткені, жаңа мен айтқандай, қазіргі таңда ғылымға жүгінген ешкім ештеңе жоқ. Жоқ, мүлдем ғылымның рөлін жоққа шығаруға болмайды. Осы 5-6 жылда ақша жақсы бөлінген жылдарға кейінгі көрсеткіштерді бағаласаңыз, едәуір демесек алға жылжу бар. Ол ғылымға келген мамандар саны, жаңағы мақалалардың саны, күлмеңіздер, бұл да халықаралық инновация индексінде. Сіз бұл жерде субъективті неңін айтып, өйткені сіз бұл осы сала бойынша сіз айлық алғансыз, сол үшін сізге ол жағынан көрініп жатыр. Бірақ объективті жағдайды алып қарайтын болсаңыз, шындықты айту керек қой. Мен де мысалы өзім ғалыммын, математика ғылымының кандидатымын. Хирш индексіңіз қанша деп? Ой, мен оны қарауды да уже... Жоқ, сол негізінен бар алға жылжу. Ол алға жылжу неден болды? Қаржыландырудан болды. Жоқ, мен айтып отқаным ғылым мүлдем керек емес деп айтып отқан жоқпын ғой. Менің нақты позициям... Сіз екі жаққа бірдей болыңыз. Қазіргі таңда өкінішке қарай ғылым саласы, ғылым негізі Қазақстан үшін бір жаңа өгей бала деп айттым ғой. Или орысша айтқанда дорогой чемодан без ручки. Не тастарын білмейміз, өйткені ол қымбат. Керек болып қалуы мүмкін ертең. И онымен не істеуді де білмеймін, қайқа қоярын да білмеймін. Жаңа өгей бала сияқты. Сол үшін біздер бір-бірімізге жағдай шын қарап, бір-бірімізге дегенде жаңағы мемлекет, үкімет, бизнес, қоғам, ғалымдар бәріміз жиналып бас қосып осы мәселені талқылап, ағайын осыны шешейік, біздерге керексіңдер ме, жоқсыңдер ме? Адам емес, субъект ретінде емес, объект ретінде емес, жалпы ұлт ретінде, ұлттық мүддемізге, ұлттық идеологияға осы нәрсе керек па? Егер керек болатын болса, біздерге осы мәселені шешетіндей бір алдымызға мәселені тастайтындай, ортаға мәселе қоятындай бір адам керек. Адам болсын, мемлекеттік орган болсын. Немесе мына аз ақшаға немен айналысамыз деп мақсат қойса. Ғылым деген ол күнделікті өмірді. Біздер қазір әлемдік ғылымды тұтынушы ретінде ғана қалып отырмыз да. Шешім қабылдаған кезде де, басқа кезде де біз сырттың кейсін аламыз да, бірақ өзіміздің ішкі ерекшелігімізді зерттемейміз. Оған ешқандай мән бермейміз. Негізінде бұл жерде ғылымның рөлі, ғылымда мәселе бар, мынандай локалды мәселе және глобалды мәселе деген бар, Бірінші, локалды мәселені шешіп алмай жатып, глобалды мәселе туралы айту ақымақтық болады да. Біздерде бағанағы салық кодексін айтып жатыр, жаңа уақыт белдеуін өзгертуді айтып жатыр қой. Бұл жерде нақты зерттелу керек еді. Осы жерде нақты ғалымдар қатысу керек еді.
Құтая ол бір 3-4 метрика мысалы үшін метрикаларын қара, факторларын қара да, соны зерттеп көріп, мынаның қайсысы оптималды деп оның алтын ортасын табу керек еді. Бұл жерде жаңағы сіздің ойыңыз маған негізінде ұнамаса да, бірақ формулировка ұнады, бізге ғылым керек емес деп та. Сіз нақты қазіргі біздің жаңағы жоғарыда отырған қаймақтарымыздың негізгі несін бердіңіз да, шын көзқарасында бұл жерде ше. Мен сізге осы пікіріңіз үшін ризамын. Неге тұралап жатырық деген мәселедегі жауап осы. Олар айтады, бұл ғылым болмаса да біз қазіргідей өмір сүре береміз. Өмір сүре береміз, бірақ біздің өмір деңгейіміз қандай болады? Соған келісеміз бе, жоқ па? Егер осындай дәрежеде ары қарай 20-30 жыл жасауға келісетін болса, онда бір жөн. Жоқ, біздер алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттердің арасына кіруіміз керек. Стратегиямызда сондай не бар ғой, мақсат бар еді ғой. 30-қа, 50-ке деген. Егер сол мақсат қалған болса, қазір енді жаңа Қазақстанда қалды ма жоқ па білмеймін, оның шыны керек. Егер сол қалған болса, онда біз тікелей өзімізге шынайы ретінде айтуымыз керек. Бізге тек қана жаңағы формалды түрде ғылым бізге керек, білім бізге керек деп емес, ғылым керек болса, алдына талап қойды, тапсырыс берді, ақшасын берді. Бізде мынау тақырып зерттеу ауқымы жағынан біз өте ауқымдап аламыз да, мүмкін ол кеңестік мына ғылымның бір сарқыныма сондай шығар. Сөзімді аяқтай салайын. Мысалы, кеңестік идеологияда біз айға ашуымыз керек, өте ауқымды фундаментал тақырыптар аламыз, дегенмен де жаңағы Қазақстанның жағдайында біз жаңадан велосипед ойлаудың орнына біз жолымызды түзеу, жөндеу, локальды мәселелерді де күн тәртібіне шығару керекпіз да ғылымнан. Себебі біздегі жаңағы айтып отырмын ғой, әрбір ғылыми бағдардың артында бір кісі отырыпты, тұлға. Соны не дейді, ренжітіп алмау үшін оның да несін қосамыз, мұның да несін қосамыз, әйтеуір тыныш отырса болды. Осыны мен айта алмай отыр едім да, мысалы үшін НТЗ берілген кезде, ол мысалы нақты экономика бойынша НТЗ ғой. Бірақ ертең жаңағы айтқан бір көке, оны сол экономикаға қатыстыны басқа денсаулық сақтау тұрғысынан, былайша айтқан кезде, былай негізі узкий тақырып болу керек нәрсені ана кісіде ойы ауысып, соны бергісі келуі мүмкін да. Ол соған қолайлы болып тұру керек да. Сосын жаңағы бірақ оны бермейді ғой, оны сол ауқымды күйінде ауқымды дүние қылып жасап жібереді да. Бізде мынау тақырыптарды нақтылау жоқ та. Нақтылау, жаңа сіздің мысалыңыз, мысалы айға бару да, Совет үкіметі кезінде өте күшті тақырып. Неге сондай, сол сияқты болса да, мен мысалы есіме түсті 2007 жылы біз... Енді біз кешіресіз, Илон Маскқа біз қаз бәсеке боламаймыз ғой. Боламыз, неге ғалымдар болмаймыз? Сондай мақсат бар ма? Давайте соны мақсат қылып қояйық. Қазақстаннан Илон Маскқа бәсекелестік көрсете алатын ғалымды шығару. Мен өткені екі мысал есіме түсіп жатырды. Баяғыда сол ғылым саласында жұмыс жасаған кезімде біз ғылым дамыту бағдарламасын жазғанбыз. Сол кезде мен ұсынғанмын. Давайте осы жерге мақсат ретінде пәленше 2030 жылға дейін Қазақстаннан Нобель лауреаты шықсын. Сіз идеологиялық құрал ретінде қолдану ма? Обязательно. Егер идеология мақсат болмаса, қаяққа не істеп жатқанын ешкім білмейді ғой. Бірінші мысал. Екінші мысал. 2007 жылы біз сол кездегі елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенбіз. Жаңағы шетелде оқыған ғалымдар, жас ғалымдар біргелесіп президентпен кездестік та, әркім өзінің жаңа темасын айтып кетті. Өте қызық мысалда. Әркім өзінің темасын айтып кетті. Сол жерде отырып, енді бір-біріне сәйкес келмейтін темаларды енді қазіргі жағдайдағы ғылымдағы жағдайымыз осындай. Әркім өзінің темасы бар да бір-біріне сәйкес келмейді. Сонда соңында Нұрсұлтан былай сұрады да, осы ма болған ма деді. Мен ойлап едім, сіздер жаңағыдай не дейді, эликсир долголетияны ойлап табатын шығарсыңдар деп. Есімде ол кездесу. Сонда мен таң алдым. Өйткені жаңағыдай осындай мысалы тапсырыс берілетін болса ғана, сол кезде ғалымдар бір-бірімен қосылып, осы мәселені шешейікші деп. Осы мәселені шешсек, жаңағы 1% да келеді, 10% да келеді, басқа пайызың да келеді. Мен бұл жерде ойлаймын, жаңағы біздің менталитетпен қазіргі да ондай үлкен глобалды нәрсе қойса, соңы саботажға айналып кетуі мүмкін да. Ондай саботаж көп болды ғой бізде. Қол жеткізу мүмкін дүние емес деп, орта жолдан саботажға да айналып кетуі мүмкін. Мүмкін жақсы нәрсеге ұмтылған да дұрыс шығар. Айсұлудың айтып отырғаны мен түсініп отырған, нақты тапсырма қойса, сол нақты қадамдармен жетудің мүмкіндігі болар ма еді? Енді сондай нақты тапсырманы қоя алатын адамның өзі жоқ қой. Мен оны бағана да айтып отырмын ғой, нақты тапсырма жоқ. Бірақ ол тапсырманы қоятын мемлекеттік органдардағы
ғылым департаменттері де жоқ. Сол жерде істеп жатқан осы ғылым, сол саладағы ғылымды дамытатын не дейді, жауапты тұлға жоқ. Сол ғалымдардың алдына қоятын, мен осы саламда ауыл шаруашылық саласында миллиондаған мәселелер бар. Денсаулық сақтау, энергетика саласында, транспорт саласында, любой саланы ал, сол жерде ғылым арқылы шешілетін мәселелер көп. Сен соның біреуін ғана бер, осы мысалы осы қазақстандық ғалымдардың алдына таста, міне осы мәселе тұрыпты, маған неше жылдан бері шешілмей жатыр, маған осы мәселені шеш, мен сен сұраған ақшаңды берем деген бар ма? Енді Құдай қаласа, сіз осы Қазақстан ғылымының тізгінін болашақта өз қолыңызға алып, осындай ұсыныстарды жүзеге асырасыз деген үмітіміз бар. Құдай қаласа. Енді біз көп нәрсені бүгін талқыладық, бизнес бойынша да, мемлекеттің үлесі рөлі бойынша да. Енді халықаралық тәжірибеде мемлекет, бизнес және ғылымның үштік одағы қалай жұмыс жасап жатыр? Қазақстан қандай модельден үлгі алуы тиіс деген ойдан бастап, әрқайсымыз нақты ұсыныс айтып, өзіміздің ойымызды қорытындылап жіберсек, сізден бастасақ. Біздің негізі өзіміздің моделіміз болу керек. Бұл енді жаңадан велосипедті ойлап табу емес, бірақ дегенмен өзіміздің ұлттық идеологияға, ұлттық мүддеге арналған ғылыми зерттеу жұмыстары болу керек. Сол жұмыстарды атқару үшін үкімет тарапынан болсын, бизнес тарапынан болсын, талап болу керек, тапсырыс болу керек. Қоғамнан да тапсырыс болу керек. Қазір қоғамның тарапынан да тапсырыс жоқ ғылымға. Сол үшін егер жаңағыдай нені айтып отырмыз ғой, қоғам, бизнес, үкімет жаңағыдай біргелесіп ғалымдарымыздың алдына талабын айтатын болса, сол кезде біздің қазақстандық ғылымымыз дамиды. Рахмет. Менің пікірімше, дәл қазіргі таңдағы ғылымға қатысты адамдардың санасындағы саботаж жойылатын болса, ғылым ол аспандағы дүние емес, ол кәдімгі метрикалар, факторлар, сол нәрселерді жинау арқылы шешім қабылдауға болатындығы адамдардың санасына жететін болса, мен ойлаймын, біз нәтижеге жете аламыз. Сосын келесі бір мәселе, біз нәтижеге жете аламыз, егер бізде талантты жастар қалатын болса, біз оларды қашырып алмайтын болсақ. Мысалы үшін, мен қазір ағылшын топтарына сабақ берем да, сондай тамаша балдар отыр да, бірақ мен білем ол балдардың қалмайды. Сондықтан да біз солардың қалуына жағдай жасай алсақ, біз бағаналы бері айтып жатырмыз, ақша керек емес, керек ақша. Өйткені жаңағы жас таланттар кетіп қалмас үшін олар жаңағыдай алаңдамайтындай, бүгініне, ертеңіне алаңсыз сол зерттеумен айналысатындай жағдай жасауымыз керек. Сіздер олардың көрсеңіздер қандай есептеулер жасайтынын ерінбей, кешке шейін талдап оқитын да, бірақ мен оларға қарап отырамын да білемін, олар қалмайды бізде. Қазақстан мынау азиялық шығыс модельді де, американдық модельді де, еуропалық модельді бәрін көріп бітті. Барлығын көрді. Ғылымға азиялық шығыс модельдегідей аз уақытта нәтижеге жету үшін көп ақша салып, бір жаңағы сингапурлық ғажайыпқа жетеміз ба деп те көрді, мысалы. Немесе кәсіпкерлік университеттер жасау американдық модельде, немесе Еуропадағыдай кластерлер құрамыз деді, Бірақ бұның барлығы қазір шындығын айтқанда бір жүйелі нәтижесін беріп отырған жоқ. Сондықтан бізге ондай бір елдің жаңағы копи-пасты қиын сияқты, мүлдем ешқандай модель келмейді біздің менталитетке. Сондықтан біз өзіміздің басым бағыттарды анықтап, екіншіден мынау қолданбалы бағыттарды да дамытуымыз керек. Сол универлерді, іргелі институттарды бөлек, ол жаңағы сіз айтқандай ұлттық идеологияға, мемлекеттік басым бағытқа, мынау ұлттық ғылыми мектептерді қалыптастыруға біз институттардың жұмысын тоқтатпауымыз қажет. Ал екіншіден жоғары оқу орындарды ол шетелдікпен бірлескен бар, бірлеспеген бар, барлығын жаңағыдай іргелі бағыттағыларын бөлек, қолданбалы бағыттағыларын бөлек бағыттап, солай мамандарды жаңағы біз не білім мен бизнеске дайындаймыз, не білім мен ғылымға дайындаймыз ба, жоқ
кәсіпкерлікке дайындаймыз ба, сондай бір бағыттар болу керек. Бізде мына бүкіл оқу бағдарламасы, мына ғылымдағы бағыттар, барлығына үлкен трансформация қажет деп ойлаймын. Бұл AI келгелі, мына тіпті мына жаңару, жаһандану, бұның барлығы бізге қазір барынша бізде трансформацияны қажет етеді деп ойлаймын. Яғни түбегейлі реформа өзгеріс қажет деп ойлаймын. Мен де сонымен келсем. Кезінде мынау саясаттанушы Збигнев Бжезинский ұлы шахмат тақтасы деген кітабында Орта Азия елдерінің ішінен қай ел болашақта 21 ғасырдың көшбасшысына айналады дегенде Өзбекстанға ставка қойған. Сол ел дамиды, бірақ кейіннен ол кісіні қателесті, ол Өзбекстан емес Қазақстан екен деді. Сол сияқты менің ойымша біз Сеул немесе ақш деген сияқты елдердің моделін емес, орталық Азияның ішінде осы Қазақстан моделін, Орта Азияның ғылыми кластерін дамытатын бір хабқа айналатын ғылыми озық елге айналуымыз қажет деп есептеймін. Оған енді барлық бастамалар бар. Енді біз бүгін мемлекет, бизнес және ғылымның өзара байланысын талқыладық. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, осы үшеуінің басы құралса ғана және мемлекет тарапынан бақылау болып, демеушілік болса ғана алға қарай жылжу, ілгерілеу болары анық. Солай болсын деп тілейік. Бізбен бірге болыңыздар, арнамызға жазып лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Аман болыңыздар.